Ертеде бір шық бермес Шайбай деген бай болыпты. Оның төрт түлігі сай болыпты, көңіл күйі жай болыпты. Ол үйіне келген адамды қондырмайды, қондырса дән бермейді екен. Ол үйге келген адамдарды жауабы шық ей дейді екен. Шық ей деген сөзін естімеген жан болмаған. Bir ata aldar qu, бірақ шық бермес Шайбайды алдай алмас. Бұл сөз ел аузына тарап, алдарға да жетеді. Алдар шық бермес Шайбайдың үйін іздеп, алыс сапарларға шығады. Күн түн жүріп, елден іргесін алыс салған бір үйге келеді. Алдар киіз үйден сығалап қараса, бай қазетіліп отыр. Бәйбішесі ұшық үйріп отыр. Келіні қамырелдеп отыр. Байдың бізбеке қызы шасын сәндеп өріп отыр. Ой, бәйбеке, бес жарық, бес жарық, киноподк істеді болған екенсіздер, істіңіз қалай екен? Ой, бәйеке, көрген білгенім көп. Жаңа жолда келе жатып үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тау өзіңіздің астындағы қазыдай. Артық кемдеп асырмай, шын айтқанды жасырмай. Өтірік болса сақал жылжысын бәйеке, қыз астындағы тырнадай. Осының бәрін сендерге біліп келдім, асында шорламай. Шоқ дейсің тілің. Тілің кесің. Жағың қарсын. Ішің кейсін. Әй бәйбіше, қазаныңды аса бер. Мен алдармын, сақалым босап қалдармын. Сақал түгіл мұртта жоқ, менде алдар жұртта жоқ. Мен көсемін, өтіріктен көсемін, айтқанымның бәрі шын. Сынсыз жерде өсемін, тұршы бұлай бөгілмей, қағылайын шегедей, өткірдігін кесіп жүріп қимамайсың. Кыз ағаның бес ай. Отырайын онай бәй. Отырайын онай бәйеке. Ағадан түні бойы қайнайды, бірақ піспейді. Бай шыдай алмай, бәйбішесіне бұлай. Әй кемпір, төсек сал.
Yoksa bilemedim. Artık yaptım. Vakti değiştirmedi bu bunayı. Bak kırpacak. Sazayı vursun. Yetlerim yiyip gitken un keşimdi. Vay şeriki niye bu kaldı? Maydı bir reşona şimdi. Бұдан кейін бай бұл алдардың іс әрекеті екенін білгеннен түнде аш жатып ұйықтап қалады. Мен алдармын. Сөйтіп бай сапарға шықпақшы болып дайындала бастайды. Ey beyişi, buna nargulu көрсетпей тұрғанда нан берсін, ыстықтай болсын. Oy beyge, siz yolga çıkıp barasızlar. Oy beyge. Oy beyge. Oy beyge, siz yolga çıkıp barasızlar. Мен онда көрісі болайын. Ay birini gidelim. Çevirin. Ой, бәйеке, бұл нанды ит жегенше мен жейін. Сосындай амалсыздан аштан аш сапарға шығады. Мен алдармын, сақалым болса қалдармын. Сақал түгіл мұқта жоқ, менде алдар жұтта жоқ. Мен көсемін, өтіріктен бөсемін. Айтқанымның бәрі шын, сусыз жерге өсемін. Тұршымылай бөгілдің, қағылмай шегеней. Өткірдігін кесіп жөйі қайрамай байыген. Елдің бәрін гүлдері алдар болып қалып. Bugün de aşağıda Бай тағы да таң атқан соң сапарға шықпақ болып дайындала бастайды. Ол бәйбішесіне бір тостық айран құйдырып тығып тағы да алып кетпек болады. Ой, бәйеке, сіз қайтадан жолға шығып барасыз ба? Мен сізден кейін атымды алып жолға шықпақшымын. Онда естуіміз қазақ дәстүрімен айрылысы болай. Көкбай тағы да сапарына аш кетеді. Тербесерді керілген, алдап теден әтсеп, тәйкесінен ақ көрінген. Елдің бәрі күндері. Алдар өзінің жылқысын өлтіргісі келген байдың болысын бірден сынып қойғаннан өзінің жылқысының басына сиырдың шикі қиын
жабыстырып урлап қояды. Атының орнын ауыстырып қояды. Сөйтіп ол орнына барып қайтадан жатып ұйықтап қалды. Тұра тұр Вәлин, сазайыңды алдың. Сөйтіп бай таң атқанда қуанып оянады. Мына бәйбіше далада бір ат өліп жатыр дейді. Сенің атың болмаса, басқа кімнің аты? Сен жабылып қалмаса, сен бақпасаң кім баған? Ой, Бәйеке, сіз өзі дұрыстап қарадыңыз ба? Қисат ат болса менікі болады, туыр ат болса сіздікі болады. Өліп жатқан туыр ат, демек сіздің атыңыз өліп жатыр ғой? Бай Құдайдың ұрғанын біліп орнынан тұра жүгіреді де қараса, шынымен де Алдар айтқандай өліп жатқан өзінің аты екен. Құдай айтты, ай! Ей, Алдар! Итаяқтар, көзіңді қоп, мен енді сені көрмейтін болайын. Ой, Бәйеке, айдың күні етігім зұртылып, шұлығым шығып жүр. Бізіңді беріп кетсекші? Ей, алсаң алшы, көзіңді жоғалтма жерден. Әй, бәйбішелер, қызды дайындаңдар. Не дедің ау? Не үшін? Бәйекемен келісіп, біз Бейкені алып кететін болдық. Жоғал көзіңді сұмырай. Бізге саған қыз беретін ештеңкеміз жоқ. Онда өз құрақтарыңызбен естіп қалыңыздар. Әй, Бәйеке, аналар біз Бейкені бермей жатыр. Ей, бәйбіше, бер бізді, көзің жоғалтсын кәмпір. Әне естідіңдер ме? Мына кәретін алжыған ба? Не дедің айдай сұлу қызымыздың сұмырайға беруге? Не десе де көрінбестен амалын жасап қызды атқа мінгізеді. Әй, Бәйеке, аңқыл Бәйекем ай, Алдардың ойыны осындай болады. Сөйтіп Алдар мен байдың Бізбеке қызы мақсат мұраттарына жетіп бақытты өмір сүріпті.